Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен екі түрлі лаваш дайындайтын боламыз. Бірі жасыл түсті. Ендеше видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен тұз керек, су керек және ұн керек. Осы үш қана ингредиент жетеді. Жақсылап қамыр илейтін боламыз. Енді жасыл түсті тесті дайындайтын боламыз. Бұл жерде де тура сол қалпы, но бірақ жасыл түсті краска қосатын боламыз. Менде жасыл түс болмағандықтан сары мен көкті араластырған соң сол кезде бізде жасыл түс шығады. Міне жасыл түс шықты. Енді араластырып жіберіп, ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз, немесе 5 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Тапаларыңыздың сковородканың көлеміне байланысты. Үлкендеу болса сковородкаларыңыз 4-ке бөлген жақсы, ал кішілеу болса 5-ке бөліңіздер. Міндетті түрде жұқа етіп жаятын боламыз. Бешбармақтың қамырына жайғандай сондай жұқалықта. Енді қамырларымызды жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Міне қамырларымыз жайып алдық. Енді табамызды қыздырып алатын боламыз. Ештеңе құймаймыз, құр өзін ғана қыздыратын боламыз. Осылай қызып тұрған табамызда пісіріп алатын боламыз. Екі шетін аудара. Міне осылай тура видеодағыдай етіп жасайтын боласыздар. Осылай лаваштарымызды пісіріп аламыз. Және де таза сүлгіні сулап, суын жақсылап сығып алып, осылай лаваштың бетінен осылай ұрып жіберетін боламыз. Біздің лаваштарымыз қатып қалмау үшін әр лавашты солай жасайтын боламыз. Міне достар, біздің лаваштарымыз дайын. Орасаңыздар да сынбайды. Егер сіздерге видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы рецепттерді жіберіп алмайтын боласыздар. Сіздермен болған Әйгерім.